Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Совет Бұқаров атындағы әмбебап ғылыми кітапханасының әлеуметтік желілеріне жазылушылар. Менің аты жөнім Қабыл Ерасыл. Мен Солтүстік Қазақстан облысындағы университетінің бірінші курс студентімін. Бүгін мен сіздерге баян еткен кітабым Азамат Сқақовтың «Сен» деген кітабы, яғни әдет қалыптастыру әліппесі. Азамат Сқақовты біреуіңіз танысаңыздар, біреуіңіз танымассыздар. Азамат Сқақов кім? Азамат Сқақов коучинг, автор, жоспарлау эксперті, полиглот және триатлет. Азамат Сқақов өзінің білімін видео сабақтар мен курстар арқылы Қазақстанның адамдарының дамуына үлес қосып жатыр, яғни көмек беріп жатыр. Азамат Сқақовтың бұл кітапты жазып шығуына негізгі себеп болған ол Азамат Сқақов коуч кезінде 2 жылда 2000-ға жуық адам жеке талдаудан өткізген. Жеке талдаудан өткен әртүрлі адамдар болса да, олардың түпкі мәселесі мен тірелетін нүктесі бір болған. Яғни олар қарыздан қалай құтылу, жалқаулықтан қалай арылу, дұрыс әдеттерді қалыптастыру секілді мәселелермен Азамат мырзаға келген. Олардың ортақ қалауы бұл мәселелерден тез құтылу, яғни мақсаттарына тез жету. Бірақ мақсаттарға тез жету үшін адам бірінші өзінің ең алдымен ұйқысын тұрау керек, дұрыс тамақтану керек, дұрыс әдет қалыптастыру керек. Ол үшін адам өзінің өмірін, өзінің ойын және өзін дұрыс басқара алу керек. Осы секілді сұрақтар мазалап келген үшін, яғни жылына 1000 адам келетін болса, оның бәріне жеке талдаудан үлгермейтін болғандықтан Азамат Сқақов осы кітапты жазып шығарды. Осы кітап арқылы оқырмандар жеке талдаудан өтіп, тек қана теориялық мәліметтерден бөлек практикалық істер арқылы өздерін дамыта алады. Бұл кітап қандай кітап? Форматы қалай? Бұл кітап өте телге жеңіл, 200 беттен тұрады, оқыған адамға өте түсінікті. Яғни бұл кітап аз уақыттың ішінде көпшіліктің көңілінен шыға білген кітап. Бұл кітап 4 бөлімнен тұрады. Әдет қалыптастыру, ұйқы және тұлғалық даму, соңғысы коуч күнделігі. Бұл кітап арқылы сіздер не аласыздар? Бұл кітап арқылы сіздер өмірлеріңізді дұрыс жүйеге келтіресіздер, уақыттарыңызды дұрыс жоспарлайсыздар, жалқаулықтан құтыласыздар және спортпен тұрақты айналысып, жиі білім алуға деген құштарлықта жоғалтпайсыздар. Бұл кітап шыққаны 3 айдай уақыт болды. 3 айдың ішінде көптеген таралымы сатылып үлгерді. Бұның алғашқы шыққан уақытында предзаказ жасағандар Азамат ағамыз оның суретінде Турцияға жолдама ойнатты. Ол жолдаманы Гүлжанат дейтін қазақ қызы ұтып алған болатын. Осы секілді осы кітап арқылы көптеген білімді тартып отқан қазақтың ұл-қыздары өте көп. Бұл кітап кімге арналған? Бұл кітап арнайы сен үшін жазылды. Бұл кітаптың басты кейіпкері ол сен. Егер сен өз өміріңе жақсы қарайтын болсаң, өзің өміріңе толықтай жауапкершілік алатын болсаң, бұл кітап сізге таптырмас мүмкіндік. Бұл кітап арқылы мен не алдым? Бұл кітап арқылы мен көптеген білімдер мен инсайттар алдым. Яғни осы уақытқа дейін алған кітаптарынан 2-3 есе білімді арттырдым десем де болады. Бұл кітаптан мен уақыт жоғалтқан жоқпын. Мен кітаптан керісінше уақыт ұттым. Себебі мен бұл кітап арқылы ұйқымды дұрыстадым, таңертең ерте ояна бастадым, жалқаулықтан құтыла бастадым, көп білімдер ала бастадым. Бұл кітап тек әдет қалыптастыру ғана емес, түрлі салаларды қамтыған. Яғни өміріңізді ажырамас бөлігі болған тақырыптарды толық ашып жазған. Егер біз бұл теориялық мәліметтерді практикалық түрде атқаратын болсақ, онда аз уақыттың ішінде өмірімізге толықтай өзгерістер енгізе аламыз. Бұл сөзіме бұл кітапты менен бөлек оқыған адамдар келсек деген ойдамын.
интернетті ашып қарасақ, бұл кітап туралы жазған адамдардың пікірі, яғни кері байланысы өте керемет. Яғни бұл кітап арқылы көптеген білімдерін дамытқан. Өздерін, яғни бұл кітапты кітап емес, өміріне деген компас ретінде алған, яғни жол көрсетуші ретінде алған. Бұл сөздермен мен толықтай келісемін. Өйткені бұл адамдардың өміріне толықтай өзгерістер енгізіп, дұрыс жол көрсетіп жатыр. Бұл кітап менің қолыма қалай түсті. Бұл кітап менің 4-ші курстағы ағам, Азамат ағамыздың курсына қатысқан кезде, бонус ретінде осы кітапты тегін берген болатын. Осы кітап мен және достарыммен бірге осы кітапты толықтай аяқтадық. Достарының пікіріне тыңдайтын болсақ, бұл кітап туралы өте керемет. Себебі ол адамдар да, ол достарым да өздерінің өміріне жауапкершілік ала бастады. Сөзімді қорытындылай келе, адам өз өмірін жақсы сүрген қалайды. Яғни, адам бұрынға қарағанда бақыттырақ, табыстырақ, танымалдырақ болғысы келеді. Ол үшін адам өміріне қажетті факторларды елемейді. Бір адам, бір әлем. Яғни, адам өз өміріне қажетті факторларды қалыптастыратын болса, яғни реттейтін болса, өзінің өміріне гармония енгізеді. Бұл кітапта сол өмірімізге керекті, өміріміздің ажырамас бөлігі болған тақырыптар ашылып жазылады. Бұл кітап арқылы сол теориялық түрде берілген мәліметтерді практикалық түрде атқаруға таптырмас мүмкіндік. Себебі кітаптың соңында 21 күндік әдет қалыптастыру жүйесі қорытылған. 21 күндік әдет қалыптастыру жүйесімен қоса 21 түрлі, яғни сәтті атқарылған техникалар бар. Ол техникалардың ішінде өзіміздің өміріміздегі керек емес заттардан арыламыз, яғни керек емес түрлерден арылып та өзгелермен қарым-қатынасымызды дұрыстап та үлгереміз. Бұл техникалар дәлелденген техникалар. Оны өздеріңіз ашып оқысаңыздар, сіздерге пайдалы болады. Сөзінің соңын Абай атамыздың өлеңімен аяқтасам дейді. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қолдық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Қош, сау болыңыз.